Сәлеметсіз бе, құрметті көрермендер? Біздің YouTube каналымызға қош келдіңіз. Менің атым Амангелді Шорманбаев. Мен халықаралық құқықтық бастама қоғамдық қорында заңгер болып істеймін. Жуырда Қазақстан Республикасының парламенті мен президенті бейбіт жиналыстар туралы жаңа заңға қол қойған. Осы заңға байланысты болашақта қалай қолданылатыны, биліктен, полиция, сот, прокуратура деген органдардан қандай әрекет күтуге болатын, адамдардың өз жиналыстар құқығын іске асыру үшін қандай әрекеттер істеу керек, және бұл заңды қалай қолдануға болатын біздің видео арқылы талқылайтын боламыз. Ал тағы бір айта кететін жағдай, егер құлақтандыру, қағаз жеткізгіш, жасыл екпе деген сөздердің бейбіт жиналыстарына қандай қатысы бар екен білгіңіз келсе, осы видеоның аяғына дейін тыңдаңыз. Енді қабылданған бейбіт жиналыстар туралы заңның ескі заңмен қандай айырмашылығы барын талқылап көрейік. Бұрынғы заң 95 жылы қабылданған. Ол заңда 12 бап болған кезінде. Қазіргі заңда 21 бап бар. Яғни 2 есе өсті баптардың саны. Екінші айырмашылығы, жаңа заңда 2 түрлі тәртіп бар. Ол біріншісі өтініш жазу, екіншісі хабар жеткізу жергілікті билік органдарына. Бұрынғы заң бойынша тек қана өтініш жазу арқылы жиналыстарды өткізуге болатын еді. Жаңа заңда, жаңа айтқанда, 2 түрлі тәртіп бар. Ол біріншісі пикет өткізу кезінде, егер сізге пикет өткізу керек болса, митинг өткізу керек болса, жиналыс, сонда сіз хабарлама жібересіз. Ал егер сізге шеру немесе демонстрация өткізу керек болса, онда өтініш жібересіз. Хабарлама дегеніміз ол жергілікті билік органды белгілі бір уақытта, белгілі бір жерде, қаланың ішінде митинг, пикет өткізу туралы хабарлайсыз. Бір жағынан ол демократиялық елдердегідей рұқсат сұрау емес, тек қана хабарлау арқылы шығуға болатын деген бір өзгерісті көрсетеді. Бірақ та іс жүзінде заңды оқысаңыз, бұл хабарлама ескі рұқсат сұрау тәртібінен ешқандай айырмашылығы жоқ. Себебі хабарламаны 5 күн бұрын жіберу керек әкімшілікке. Ол хабарламаға жауабын күту керек. Яғни әкімшілік келісім берсе, сонда ғана митинг өткізесіз. Сонда рұқсат алудан ешқандай айырмашылығы жоқ, яғни бірдей. Ал екінші тәртіп, ол мына шеру, демонстрация өткізу үшін тікелей өтініш жазу керек 10 күннің алдында, яғни өткізудің алдында 10 күн бұрын әкімшілікке өтініш жіберіледі. Осымен жаңағы үлкен бір жаңалықтар, үлкен бір реформалар ешқандай жасаған дүниелері жоқ. Яғни сол баяғы рұқсат сұрау тек қана басқа сөзбен жазылған нәрсе. Сонымен бейбіт жиналыстарды, митинг, пикеттерді өткізу үшін рұқсат сұрау керек. Оны заңда хабарлама деп атайды, бірақ та мағынасы сол, рұқсат сұрау керек. Өтетін жерлері, яғни пикет, митинг өткізем десеңіз, оны тек қана жергілікті билік белгілеген жерлерде ғана өткізуге болады. Оларды мәслихат
орнатады, қай жерлерде өткізуге болатын, қай жерде болмайтын. Пикеттер тек қана бір адамнан болуы мүмкін, яғни бір-ақ адам пикетке шыға алады. Соның өзінде 2-ақ сағатқа рұқсат берілген, яғни 2 сағатқа дейін пикетте тұра аласыз. Ары қарата ол заңсыз деп есептеледі де өзіңізді ұстап алуы мүмкін. Осындай пикет жасалған. Шетелдерде, әсіресе Еуропада кейбір мемлекеттерде пикет деген нәрсеге бір 10 адам, 20, 50, 100 адамдай шықса, ешқандай рұқсат керек емес. Бізде ол осындай бір-ақ адам, соның өзінде 2-ақ сағатқа рұқсат беріледі. Үгіттеу, яғни сіз митинг өткізудің алдында немесе пикет жасаудың алдында әлеуметтік желілерде хабарласаңыз, міне біз осындай күні шығып митинг өткіземіз немесе пикет өткіземіз деген хабарлама жіберсеңіз, ол үгіт деп есептелуі мүмкін. Ал үгітті қашан өткізуге болады? Бұл жаңа заңда үгіт туралы бөлек бір бап жазылған. Ол жерде үгіт насихатты, яғни осындай шара өтетін туралы хабарлама ұйымдастырушылар тек қана рұқсат алғаннан кейін ғана істей алады. Яғни егер сіз алдын ала, міне біз осындай митинг өткіземіз, соған арыз жібердік, хабарлама жібердік, осындай күні келіңіз деген сөз болса, оны құқық бұзушылық деп есептейді де сізді жауапкершілікке тартуы мүмкін. Осындай ережелер жазып қойған үгіт туралы. Сондықтан абай болыңыз. Яғни егер сіз акиматқа хабарлама жіберсеңіз, ол туралы жауап келгенше айтуға болмайды. Солай болып жазылған. Қарап оқысаңыз заңды. Ал енді жауапкершілік туралы біраз сөз айтайық. Бұрын әкімшілік кодексте 488 бап болған. Ол қазірде бар, бірақ та өзгерістер енгізілді. Бұрын ол бапта 3-ақ әкімшілік құқық бұзушылық құрамы болса, яғни 3-ақ бөлімі болса, қазір бұл бапты 12 бөлік болып жазылған. Яғни 4 есе өсті. Жауапкершілік көлемі 4 есе өсті. Ол немен байланысты? Ол енді жауапкершілік әртүрлі жағдайға жіктеледі. Ол жағдайлар өте көп. Яғни бұрын 3 жағдай болса, қазір 12 жағдайда сізді жауапкершілікке тартады. Айырмашылығы қандай? Бұрын кез келген рұқсатсыз митингке келсеңіз, алдын ала сізді билік органдары сізді ескертпесе, міне осындай не шығуы болмайды дегендей, тараңыз, сондай сөздерді айтпаса, сіз әлі жауапкершілікке тартылмайсыз. Ал қазіргі заң бойынша жауапкершіліктің 2 түрлі бар. Яғни заңды шараларда, митингтерде, егер сіз кейбір жаңа заңның ережесін бұзсаңыз, онда тіпті заңды шара болса да, митинг болса да, сол жерде сізді жауапкершілікке тартуы мүмкін. Ал екінші бөлік, ол заңсыз, яғни рұқсатсыз алынған, рұқсат алынбай өткізілген шараларда жауапкершілік бөлек жазылған, ол өте үлкен көлемде. Және де мына заңды шараларда қандай жауапкершілік болуы мүмкін? Яғни сізді митингке шақырады, рұқсаты бар дегендей мемлекеттен, әкімшіліктен, соған барасыз. Сол жерге барғанда, егер сіз, мысалы, регламент деген пайда болды зат. Яғни кез келген шараның өзінің регламенті, яғни тәртібі қабылданады. Ол
уақытына байланысты ма, неменеге байланысты әлі белгісіз, себебі заңда ол жазылмаған. Регламент не екенін. Сонда регламентті бұзсаңыз жауапкершілікке тартыласыз. Егер ол жерде, мысалы, сіздің заңды шараңызда, митинг, пикетіңізде басқа адам пайда болса, мысалы, пикет деген бір адамнан тұрады ғой. Сіз бір адам болып тұрсыз. Жаныңызға басқа адам келеді. Сонда ол кімнің бұзушылығы белгісіз. Мысалы, сізді де тартуы мүмкін жауапкершілікке, ол кісіні де тартуы мүмкін, а ол кісі, мысалы, провокатор болуы мүмкін. Яғни, әдейі сіздің шараңызды, мысалы, кедергі жасау үшін жіберген адам болуы мүмкін. Сондықтан мына әртүрлі осындай бұрмалауға мүмкіндіктер 3-4 есе көбейді. Ол заңда енді жазылған, яғни әкімшілік кодекс деп 488 бапта жазылған көп нәрселер. Былай қарап тұрсаңыз 12 бөлім бар сол баптың, яғни ол нені көрсетеді? 12 түрлі жауапкершілік бар. Мен ойымша ол 12 түрлі әртүрлі провокацияда болуы мүмкін, яғни сізді жауапкершілікке тарту үшін. Заңда тағы бір нәрсе жазылған, яғни ұйымдастырушы адам, шараны ұйымдастырушы. Сол митинг, пикет деге келмесе шараға, ондайды өткізуі болмайды. Сонда қандай жағдай болуы мүмкін? Сіз митингке келесіз, ал оны ұйымдастырушылар, ұйымдастырған адамдар келе алмай қалады. Кім біледі не үшін? Мысалы, оны ұстап алады. Бірдеме жолдан полиция алып кетеді. Сіз оны білмейсіз. Сіз сол келісілген жерге келесіз, ал ұйымдастырушы болмаса өткізуге болмайды деген заңда жазылған. Сол себептен кім сол жерде жиналды, бәрі болашақта жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Яғни ұйымдастырушысыз митингке қатысқан дегенде, ұйымдастырушысыз митингті өткізген деген немен айыппен штраф немесе қамауға алынуы мүмкін. Жалпы мына 488 бап былай деп жазылған, жазасы 3 түрлі. Яғни ескерту, айыппұл салу, штраф, немесе қамауға алу. Сонда қандай жағдайда қандай жаза қолданатын белгісіз, ол тек қана полиция мен әкімшіліктің қолында. Олар кімді қамайым десе қамайды, кімді штраф салам десе соны штраф салады. Кейбір жағдайларда, мысалы, кімді қорқып тастайды, оларға мысалы не беру мүмкін? Предупреждение дейді ғой оны. Ескертпе беру мүмкін. Ал кімге қандай жаза жазылатыны ол белгісіз. Себебі 480 бапта ол кімге қандай жағдай қандай жаза болатынын жазылмаған. Яғни 3 түрлі жаза болуы мүмкін. Шөн біреуін қолдану мүмкін. Кейбір кездерде адамдар айтады, мені қамап тастаңдар, менің ақшам жоқ төлейтін. И сол кездерде судья мен прокурорлар әдейі істейді ғой. Әдейі алады да адамға штраф салады. 50 мың, 100 мың мысалы. Оның ақшасы жоқ. Сол сияқты сізге қандай тиімсіз нәрсені олар істеуі мүмкін. Себебі заңда солай 3 түрлі жолмен жазылған, нақты қайсысы қашан пайдаланатыны жазылмаған. Сонымен мына бұрынғы заңға қарағанда жаңа заң әлде қайда жаман деп айтуға болады. Адамға қарсы өте көп нәрселер жазылған. Мына халықаралық ұйымдар өте қатты сынға салды бұл заңды. Дегенмен билік оған ешқандай құлақ аспады, ешқандай нәтиже одан шыққан жоқ. Енді бұл заң бойынша мына саяси активистерге, қоғамдық белсенділерге, жалпы адамдарға өте сақ болу керек. Әйтпесе кез келген уақытта әртүрлі
бұл заңда жазылған әртүрлі жолдар бар сізді жауапкершілікке тартуға. Және де провокация жасау, сондай мүмкіндіктер өте көп, жолдар көп. Сондықтан абай болу керек. Ал аяғында, осы видеоның аяғында біз жаңа басында айтып кеткендей кейбір түсініксіз нәрселерді айтқымыз келеді. Жалпы қазақ мәтіні, бұл заңның қазақ мәтіні бар. Оны оқып көрсеңіз, ішінде мынандай бір түсініксіз сөздер қолданған. Мысалы, бірінші бапта, мынандай негізгі ұғымдар жазылған бапта, ол жерде мынандай 11-ші тармақ бар, хабарлама деген. Яғни пикет, митинг өткізу алдында әкімшілікке хабарлама бересіз ол жөнінде. Сол хабарламаның түсінігі берілген, хабарламаның сипатын былай деп жазылған. Хабарлама ол, яғни басқа сөзбен айтқанда, алдын ала құлақтандыру дейді. Сонда құлақтандыру деген сөзді, мына ауызекі сөзді заңда қолдануға бола ма деген сұрақ туындайды ғой. Бұл жерде бұл сөз өте орынсыз деп ойлаймын. Себебі ол өмірде мынандай бір басқа бір жағдайларда айтылатын нәрсе. Ол заңда ондайды сөзді қолдану деген ол сауатсыздық деп ойлаймын. Жалпы бұл заң өткенде Сенатта қарастырылғанда 422 қазақ тілін мәтінінде 422 қателер табылған деп айтқан. Сонда сол түзеткен дүниелері қайсысы? Әлі де қаншама дұрыс емес сөздер бар. Тағы бір нәрсе, жасыл екпе деген. Жасыл екпе деген ол вакцина деген сөз ғой. Екпе. Жасыл екпе деп жазылған. 5-ші бапта, 2-ші тармақта. Сонда жасыл екпе деген сөзі, олар мына орысшасында зеленый насаждение деген сөзді жасыл желектің орнына жасыл екпе деп жазып жатыр. Сонда екпелер митингке қандай қатысы бар деген сұрақ. Әрі қарата тағы бір нәрсе бар. Қағаз жеткізгіш деген, бірінші рет естіп отырмын, қағаз жеткізгіш бар екен. Ал бізде бар екен сондай, қағаз жеткізгіш деген бар. 12-ші бапта, мысалы, арыз бергенде оны жазбаша түрде немесе ЭЦП, яғни цифрлық қолтаңба арқылы берілетін өтініштер деп айтылған. Сонда олар жазбаша түрдегі, қағаз түрдегі құжатты, оны қағаз жеткізгіш деп, на бумажных носителях деген сөзді қағаз жеткізгіш деп жазған. Бұл енді не дейміз? Біз осыны қарап отырып, қазақ мәтінін, осы заңның қазақ мәтінін экспертиза жасауды шештік. Оны белгілі бір заңгер, заң ғылымының кандидаты, яғни бізге жасап отыр, біраздан кейін алғаннан кейін сізге жариялаймыз. Сонда ол осындай қате, осындай орынсыз сөздерді қолдану, сөйлемдердің мағынасын түбегейлі өзгертетін немесе осындай қате жазатын, мағынасын білдірмейтін сөздер пайдалану деген өте көп осындай заңда. Оны болашақта көрсетеміз, біздің каналымызға кіріп көріңіз, қосымша хабарлаймыз.